Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Қазақ тілі 2-ші сынып. Бүгінгі тақырыбымыз інім мультфильм көреді. Сабақтың мақсаты. Жаңа сөздермен таныс болайық. Ертегі сказка. Мультфильм көреді, смотрит мультфильм. Қызықты, интересный. Дұрыс айт, сөздерді дұрыс айтуға дағдыланайық. Көреді, ертегі, кітап. Қызықты, көреді, кітап, қызықты. Енді сөйлемдерді оқиық. Ол не істейді? Мен ертегі оқимын. Я читаю сказку. Ол ертегі оқиды. Он читает сказку. Ол не істейді? Что он делает? Мен оқимын, ол оқиды. Обратите внимание на окончание. Оқимын, оқиды. Сен мультфильм көресің бе? Мен мультфильм көремін. Сен мультфильм көресің. Ол мультфильм көреді. Жалғауларға назар аударайық. Мен көремін, сен көресің, ол көреді. Бұл бізде жіктік жалғауы. Это личное окончание. Мягкое слово добавляется мягкое окончание мін, сің, ді. Ертегі қызықты. Сказка интересная. Но қандай ертегі, балалар? Это какая сказка? Бұл мақта қыз бен мысық ертегісі. 1-ші сыныпта өткен болатынсыздар. Мынау алдар көсе ертегісі. Мультфильмі. Жақсы, келесі тапсырмаға кезек берейік. Тыңда, қайтала. Менің інім бар. Іні дегеніміз кім? Младший брат. У меня есть младший брат. Ол сурет салады. Суретке қараймыз. Не істейді? Он рисует. Менің қарындасым бар. Мынау қарындасы. Қарындас дегеніміз кім? Және қалай аударылады? Қарындас это кто? И как переводится? У меня есть младшая сестра. Ол алдар көсе мультфильмін көреді. Она смотрит мультфильм алдар көсе. Суретте бала алдар көсе мультфильмін көріп отыр. Мен ертегі оқимын. Я читаю сказку. Ертегі қызықты. Сказка интересная. Інісі не істейді? Что делает младший брат? Інісі сурет салады. Қарындасы алдар көсе мультфильмін көреді. Өзі ертегі оқиды. Ертегі қызықты. Тамаша балалар. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Оқылым тапсырмасы. Задание по чтению. Мәтінді оқы. Әлбектің інісі мен қарындасы бар. Інісі ертегі кітап оқиды. Ертегі қызықты. Қарындасы мультфильм көреді. Мультфильм қызықты. Жаңа сөздер у нас новые слова. Қызықты, интересная. Ертегі сказка. Айтылым тапсырмасына көңіл бөлейік. Сен ертегі кітап оқисың ба? Қандай кітаптар оқисыңдар? Қандай ертегі қызықты? Сен мультфильм көресің бе? Сен қандай мультфильмді ұнатасың? Сенің інің, сіңлің, қарындасың қандай мультфильм көреді? Осы сұрақтар төңірегінде ойланып көрейік. Бұл бізде 2-ші тапсырма болатын. Сұрақтарға жауап береміз. Ответьте на вопросы. Это устное задание. Келесі тапсырма. Жазылым тапсырмасы. Суретке қарап, сөйлем құрап жаз. Ол кім? Ол не істейді? Бізге бірнеше сурет берілген. Суреттерге қараймыз. Ол не істейді? Ол кім? Мысалы, образец. Ол ертегі кітап оқиды. Осы тәртіп бойынша
сөйлемдерді құрастырып шығамыз. Әнел не істейді? Әнел алдар көсе мультфильмін көреді. Жақсы балалар, енді өлеңді мәнерлеп оқиық. Баянғали Әлміжанов ертегі аңыз қылған, ән қылған, кел ертегі тыңдайық, ата бабаң қалдырған. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.